Нотариус пен соттасу. Көп адамдар осы нотариус маған байланысты бір шешім шығарып қойыпты. Сол шешімнің негізінде маған сот орындаушы тыйым салып тастапты. Болмаса шетелге шығамадым, жүргізу куәлігіне тыйым салған, счетта арест тұр дейді. Оны қалай шешуге болады деп хабарласады. Осы тақырыптың аясында қазір сіздерге біраз түсініктеме айтатын боламыз. Сіздермен заңгер Шыныбаев Марғұлан. Тақырыпты бастамай тұрып, астындағы подпискаға басуыңызды, жүрекке басып, қоңырау басуыңызды сұраймын. Және осы видеомен өздеріңіздің тума-туысқан достарыңызбен бөлісе отыруыңызды сұраймын. Не үшін? Осы қазақи заң каналының дамуына атсалысуыңыз үшін. Ал енді тақырыпқа көшетін болсақ. Нотариус негізі нотариат туралы заңының 92-ші бабына сәйкес атқарушылық парағын шығару хақысы бар. Атқарушылық парағы деген не? Нотариустың атқарушылық парағы дегеніміз, ол нотариус, егер нотариусқа жаңағы борышкер адам, яғни қарыз берген адам сізге, мысалы, болмаса банк, болмаса микрокредиттік ұйым, КСК, болмаса ГАИ, әйтеуір бір органы хабарласатын болса, ол сол органдардың негізінде болмаса қарыз договор займы болады. Короче, былай айтқанда бесспорный дейді ғой, бәсекесіз жағдайларда нотариус өзінің атқарушылық парағын шығару хақысы бар. Мысалы, мен түсіндірейін. Сіздің счетыңызға арест қойып қойды. Сосын сіз не істеріңізді білмейсіз, кім қойғанын анықтайсыз. Сот орындаушыға шығасыз. Сот орындаушымен материалмен таныссаңыз, ішінде нотариустың атқарушылық парағы шығады. Сол нотариустың атқарушылық парағының негізінде сот орындаушы арест қойған, тыйым салған, сіздің мүлкіңізді тәркілеп жатыр. Сондай әрекеттер жасап жатыр. Ол нотариустың атқарушылық парағы сот шешімімен бірдей. Екеуі. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан ол сот шешімімен бірдей болғандықтан күші. Соның негізінде аресті қояды, басқасында бәрін істей береді сот орындаушылар. Түсіндіңіз ғой? Ол не істеу керек? Егер сіздің анықтасаңыз, нотариустың атқарушылық парағы бар екен анықтасаңыз, ол кезде қолыңызға алған күннен бастап, сот орындаушы таныстыңыз ғой, расписка жаздыңыз ғой, танысқан күннен бастап 10 жұмыс күннің ішінде қарсылық жазып үлгеруіңіз керек. Қарсылық кімге? Нотариусқа. Қандай нотариусқа? Осы нотариустық атқарушылық парағын жазған нотариусқа барып қарсылық жазасыз. Яғни мен осы атқару парағымен келіспеймін, өзімнің қарсылығым бар, уәжім бар, жаңағыда үстіндегі штрафпен, неустойкамен, айыппұлмен келіспеймін, және күшін жоюыңызды сұраймын дейсіз. Сіз 10 жұмыс күннің ішінде үлгерсеңіз болды, қолыңыз алған күннен бастап. Сөйтіп, нотариус өзінің атқарушылық парағын күшін жоюға міндетті. Күшін жойғаннан кейін сізге қолыңызға өзінің анықтама парағын береді. Сол анықтама парағын не істеуіңіз керек? Жаңағыда күшін жойған туралы атқарушылық парағын сот орындаушыға апаруыңыз керек. Сот орындаушы копиясын өткізесіз, және сот орындаушыға арыз жазуыңыз керек. Яғни сот орындаушыға осы аресттерде, тыйымдардың барлығын шешу туралы. Мүлкіңіз бар, көлігіңіз бар, счетыңыз бар, қай жерге не арест қойылды, соның бәрін тыйымды алып тастау туралы арыз жазуыңыз керек. Сөйтіп арыз жазып, сіз ол нотариустың барлық жаңағыдай іс-әрекеттерін заңсыз деп тапқаннан кейін сот орындаушы аресттерді шешуге міндетті болып қалады. Сөйтіп аресттерді шешіп алсаңыз болады өзіңіздің атыңызда. Түсіндіңіз ғой? Яғни нотариустың атқарушылық парағын осылайынан күшін жоюға болады. Бұл нотариустың атқарушылық парағы туралы мен алдында айтқанмын видеода. Не үшін бұл теманы қозғап отырмын? Өйткені көп адамдар былай хабарласады: мен ештеңені білмеймін, мені сотқа шақырған жоқ, бірақ сот шешімін шығарып жүрген. Қандай құқысы бар мені шақырмай сот шешімін шығаруға дейді? Сол сұраққа жауап: нотариус сізді шақырмай-ақ сізге әшейін бір хабарлама ғана жіберіп, өзінің атқарушылық парағын шығару хақысы бар. Ол хабарлама жібергеннен кейін сіз 10 күннің ішінде қарсылық жазып үлгеруіңіз керек. Қарсылық жазбасаңыздар, ары қарай сот орындаушы өткізіп жібереді, арест қояды, тыйым қояды, бәрін жасайды сол қарызды өндіру үшін.
Сондықтан осы нотариустың атқарушылық парағын күшін жойып, өз құқығыңызды өзіңіз қорғауға әбден мүмкіндігіңіз бар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Астында қоңырауды басып, подписканы басып, тіркеліп, менің каналыма жүректі басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеомен өз тума-туысқандарыңызбен, достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Не үшін? Осы заң каналының, қазақи заң каналының дамуына атсалысуыңыз үшін. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Кездескенше күн жақсы.